Баршаға сәлем достар, сіздермен Султан Фильмс. Достар, бүгін үйде жалғыз қалғанда, яғни Один дома киносына шолу жасаймын. Сіздерден үлкен өтініш, арнаға жазылып, лайк баса кетейік. Ертең бұйырса, жаңа жылдық ужастикке шолу жасайтын боламын. Ал ендеше шолуды бастайын. Киноның бастапқы кадрлары бізге үй ішінде жүгіріп, жанталасып жүрген адамдарды көрсетеді. Бұл адамдар МакКаллистер әулеті еді. Олардың үйлерінде бала-шаға жетерлік. Жаңа жылдық мейрамның келуіне орай МакКаллистер отбасы демалысқа саяхатқа шықпақ. Сондықтан да барлығы жанталасып жүктерін дайындап жатыр. Ал үйге келген полиция үлкен адамды таппай отыр. Кейін өзінің жаңа жыл қарсаңында ұрылардан қорғау мақсатында жүргенін айтады. Айтуынша дәл осы мейрам кезінде ұрлық көп болады екен. Кевин фильмнің басты кейіпкері. Ол анасының назарын өзіне аударып, Фрэнк көкесінің атынан арызданады. Көкесі Кевинге теледидар қаратпай, жүктеріңді дайында деп қуып жіберген еді. Бірақ Кевин не істеу керектігін білмеді. Қалған балалар оның білмегенін бетіне басып, ақмақ деп мазақ етеді. Кевиннің үлкен ағасының есімі Баз. Ол көшеде тұрған бір шалды көрсетеді. Айтуынша ол қанішер, тіпті өз отбасында өлтіріп тастаған екен. Үйге пицца келіп, барлық отбасы дастархан басына жайғасып, пиццадан дәм татқанда, мұнда келген Кевин өзінің жақсы көретін ірімшікті пиццасын Баздың жеп қойғанын байқайды. Содан ол ашуланып, ағасына атыла жөнелді. Екеуі төбелесіп жатқанда, бас шынтағы мен ыдыстағы суды қағып жібереді. Осылайша су олардың билеттеріне төгілді. Әкелері оларды ажыратып, барлық отбасы билеттерді судан тазалай бастады. Тазалау барысында әкесі Кевиннің билетін байқамай қоқысқа тастап жіберді. Кевин ас үйдегі қылығы үшін жазаланып, үй шатырына түнеуге жіберілді. Кевин оған разы болмай, анасына отбасының жоғалып кеткендігін қалайтынын айтады. Түнде қатты дауыл соғылып, тоқтар үзіледі. Осының салдарынан үй ішіндегі барлық техника істеуден қалды. Тоқтың болмауынан отбасы мүшелері ұйықтап қалып, таңертең кеш оянады. Олар ұшақтан қалып қоймас үшін қатты асықты. Көлікке отырмас бұрын Кевиннің анасы балаларды есептеп шықты. Ал бұл уақытта ұйықта жатқан Кевинді көршінің баласымен шатастырып алып, оның жоқтығын байқамайды. Олар әрең дегенде ұшақтарына үлгерді. Ал бұл уақытта үй ішінде қалып кеткен Кевин ұйқысынан оянды. Үй ішінің тым-тырыс әрі ешкімнің жоқ екендігін көріп, түсінбей қалған Кевин кеше түнде тілеген тілегінің орындалып кеткендігін түсінеді. Оның айтуынша отбасы жоқ болып кетті. Жалғыз қалғандығын ойлаған соң білгенін істей бастайды. Үй ішінде ары-бері жүгіріп, төсекте секіріп, ағасының заттарын ақтара бастайды. Оның бөлмесінен атылғыш заттар, қару және ойыншықтар тауып алды. Ол қабырғаға ойыншықтарды қойып ата бастайды. Кейін теледидардан атыс-шабыс кино көреді. Киноның қорқынышты жерін көргенде Кевин мама деп айқайлап жіберді. Ұшақта кетіп бара жатқан анасы тыныштық табылмауда. Ол әлде бір маңызды затын ұмытып кеткен дейміз деп ойлап отыр. Кейін үй шатырында қалып кеткен баласы Кевин есіне түседі. Ұшақта кетіп бара жатқан олар әзірге үймен байланысқа шыға алмады. Ал Кевиннің үйінің алдына келсек, Гарри мен Марти атты екі ұры отыр. Олар жаңа жыл науқанында саяхатқа кеткен үйлерді тонайтын. Байқағандарыңыздай Гарри өткен жолғы полиция. Олар МакКаллистердің сапарға кететіндіктерін білетін. Сондықтан бүгін осы үйге ұрлыққа түседі. Үй ішінде теледидар қарап отқан Кевин біреулердің үй ауласында жүргенін байқап, дереу барлық жарықты қосады да төсектің астына тығылады. Екі ұры МакКаллистер үйде бар деп ойлап қалып, тез арада қорыққан күйі тайып тұрады. Ұшақтары қонып аэропортқа жеткен МакКаллистердің анасы баласымен байланысқа шыққысы келді және қазірдің өзінде бірден үйге қайтуға билет алуды ойлап отыр. Алайда әуежай қызметкерлері айтқандай, барлық билеттерге орын алып қойған. Сол себепті жақын күндері бос билет жоқ екен. Сонда да әуежайда қалып, билет табылғанша күтуді шешті. Түнде Кевинге жергілікті полиция келеді. Алайда оны ұры деп ойлаған ол есікті ашпады. Таңертең тұрған ол ересектерше душ қабылдап, шашын артқа қайырады. Кейін бетке жағатын лосьонды қолданып, өзін бір ой байлатып алады. Жақын маңдағы үйлердің біріне ұрлыққа түсіп жатқан Марти мен Гарри радиода МакКаллистердің үйінің босағандығын естиді. Үйді танып болған соң Марти кранда ағызып кетеді. Бұл ісімен өзін су ұрылары деп атайды. Ал Гарри бұл ісін ақмақтық деп санайды. Баз ағасының жинап жүрген ақшасын алған Кевин дүкенге барды. Ол жерден көрші шалды көреді. Сырттай ол туралы жаман әңгіме естігендіктен қорқан Кевин қолындағы тіс щеткасының ақшасын төлемей қашып кетеді. Қашып бара жатып артынан бір адамның қуғанын байқап, өзін ұрлықшымын деп кінәлайды. Жолай Кевин екі ұрымен кездесіп қалды. Олар да баланы таныды. Осылайша Кевин қаша жөнелді. Қашу барысында шіркеуге кіріп, сонда тығылып қалады. Түнде Кевин үйде адам бардай етіп, адам кейпін жасап, оларды өтірік қозғалтады. Содан ұрылар келгенде, МакКаллистер әлі де үйде бар деп ойлайды. Пиццаға тапсырыс берген ол, тапсырысты әкелген жігітті атыс киноның даусымен қорқытып жібереді. Үйде жалғыз қалған бала отбасын сағынып оралуын қалады. Жауапкершілікті сезініп, Кевин үйдегі тірліктерді тындыра бастайды. Екі ұры МакКаллистердің неге әлі кетпегендігін түсінбейді. Марти күндіз келіп үй үшін тексеруге кірісті. Оның келгенін білген Кевин атыс киносының дыбысын қосып, тағы да оны қорқытып жібереді. Естігенін шындай ойлаған Марти Гарриге болған жайтты айтып берді. Түсінбеген Гарри күтейік деп жауап береді.
Кевиннің анасына Газ атты әншілер тобының мүшесі көмектесетін болды. Автобуспен Чикаго жанынан өтетін олар оны жеткізе алады. Ал екі ұры үйден шыққан Кевинді көріп, оның жалғыз әрі осы уақытқа дейін алданып келгендіктерін түсінді. Кейін үй маңына жақындап, кешке келіп ұрлаймыз деп айтып кетеді. Кевин Аяз атадан отбасын үйіне қайтаруды тіледі. Ол отбасыларымен бірге жаңа жылды тойлап жатқандарға қарап қызықты. Кейін шіркеуге барған ол маняк деп саналған қар тазалаушы шалды кезіктірді. Екеуі бірге отырып әңгімелесе бастады. Шынында біраз сөйлескен екеуі достасып кетеді. Кешкісін үйіне жеткен Кевин ұрылардың келуіне дайындалып, батылдықпен жоспар құрды. Ол күйдіргіш, тікен, мұз, тұзақ секілді оларды тоқтатуға көмектесетін барлық заттарды қолданды. Екі ұры кешке келгенде кішкентай баланы қорқытып үйді оңай тонаймыз деп ойлайды. Алайда олар есікке жақындағанда Кевин тұзбен оқталған қарумен екеуін де атып түсіреді. Осылай ұрылар екіге бөлінді. Гарри есік алдындағы қатқан мұзға тайып оңбай құлайды. Дәл солай Марти де артқы есікке кіру барысында құлады. Марти жертөлеге кіргенде басына үтік түсіп нокаут алады. Ал мұздан әрең өтіп есікке келген Гарри күйдіргіш ыстығынан қолын күйдіріп қайта мұзға құлайды. Марти аяғын смалаға батырып әрең келе жатыр еді. Жолай оның аяғына шеге кіріп қайта құлады. Басқа есікпен кірген Гарри тұзаққа түсіп басын ұйытып алады. Солай екеуі де үйге кірді. Бір ажалдан аман қалдым ба дегенде қайта кішкентай ғана Кевиннің тұзақтарына түсіп таяқ жейді. Үй ішінде кездескен екеуі баланы өлтіреміз деп шешті. Кевин бұл кезде полиция шақырып артынша тығылмақшы болады. Алайда ұрылар оны тауып алды. Осы сәтте Кевинге жаңа досы көмекке келді. Ұрылар осылайша қолға түседі. Кевин тұтқындарға сәлемін жолдап, олармен қоштасты. Кешкісін жаңа жылдық заттармен үйді безендірген Кевин ұйқыға жатты. Таңертең қар терезеден жапалақтап жауып тұр. Алайда ата-анасы жоқ. Осыны есіне алып, баланың ұнжырғасы түседі. Бірер минуттан соң көлік келіп ішінен анасы шықты. Үйге кірген соң аман-сау баласын көрген ол Кевинді құшағына алады. Артынша басқа отбасы мүшелері де келіп жетті. Олар жаңа жылды бірге қарсы аламыз деп шешкен екен. Кейін кадр бізге қар тазалаушы көршінің өз отбасымен татуласқанын көрсетеді. Ол алыстан Кевинге қол бұлғап рахметін жеткізеді. Осы сәтте шашылған бөлмесін көрген бас Кевинге айқай салды. Осымен шолудың соңы. Егер шолу ұнаған болса, лайк басып арнаға жазыла кетейік. Келесі кездескенше.